Сәлем достар, осыдан тура 14 күн бұрын мамырдың 1 күні Режеп Тайып Ердоған өзінің аккаунттарында осы фотосын жариялап, астына Түркия қазір құрлықта бар, суда судың астында, әуеде және ғарышта да бармыз деген болатын. Сайлау науқаны басталғалы ел президенті күніне кем дегенде Түркияның 2 қаласын аралап өзінің жақтаушыларын жинап жатыр. Келіп жиналған кісі қарасында сан жоқ. Мына көріп отырғаныңыз Стамбулдағы Европаны дүр сілкіндірген бұрын соңды тарихта болмаған 2 миллион адам жиналған митинг. Барлығы Ердоғанның істеген саясатын ары қарай жалғастыруын қолдайтын қалың қауым. Ал Ердоған өз кезегінде 20 жылда атқарған жеткен жетістіктерін айтты. Олардың бірі барлығымыз білетін электромашина Токидің шыққаны. Және де мынау көріп отқаныңыз авианосец әуе әскери су кемесі үлкен. Ал мынау Қызыл Алма деген Байрақтар дегеннен көштірек, мықты технология, жаңа баламасы жоқ беспилотник ұшақ. Ал мына жерде Түркияның өзі өндіріп шыққан әскери көлігі. Түрлі зерттеу институттары Ердоған мен Кылычдароğlu 57-де 43, я болмаса 50-де 49, 50-де 50 дауыс жинау ықтималдығы бар деп елге түрлі ақпарат таратуда. Екі жақтың басты лозунгтары дұрыс қадаммен, дұрыс адаммен, дұрыс адыммен ары қарай қадам жалғастырамыз деген Режеп Тайып Ердоғанның лозунгы болса, біз тарихты жаңадан жазамыз деген лозунгты басты оппозиция Кылычдароğluның партия өкілдері айтады. Жалпы Режеп Тайып Ердоғанның саясаты Орта Азия елдеріне бағытталғанын барлығымыз білеміз. Ал Кылычдароğlu болса, егерде мен президент болып сайлансам, мен Америка мен Вашингтон мен Еуропа елдерімен қарым-қатынасты одан әрі жақсартамын деп уәде беруде. Халықтың кейбірі Режеп Тайып Ердоған билікте көп отырып қойды. Ол да жақсы емес деп те айтатын пікірлері бар. Ал бірақ Режеп Тайып Ердоғанды қолдаушылардың көңіл күйіне, жиналған санына, өз еркімен келгендеріне мән беретін болсақ, Режеп Тайып Ердоғанның жеңетініне сенімді болуға әбден болады.